Rabbim, lima anzalta ilayya min khayrin faqir dedi. Rabbim dedi, маған жақсылықтан не түсірсең де мұқтажбын деді. Кімде-кім бір нәрсеге немесе біреуге қатты бір мұқтаждық болып тұрса, ауру бола ма, қаражат бола ма, именно сол мұқтаждықты сұрамау керек екен. Өйткені сіз басқа есіктер жауып қоясыз. Сол кезде осы Мұсаның дұғасын жасаңыз. Бірақ осы дұғадан жасардан алдын бір жақсылық қылыңыз. Біреуге көмек беріңіз. Біреудің білмеймін бір жерде көтеріш беріңіз. Бір әйтеуір қолыңыздан келетін бір жақсылықты жасаңыз да, содан кейін осылай дұға қылыңыз. Өйткені Мұса жаңағы қыздарға қолынан келетін суды суарып берді, малдарын. Сосын барды дағыны ағаштың көлеңкесіне барып отырды да, Раббым деді. Фақир деген сөзді белгісіз халде қолданған. Кез келген жақсылығыңа мұқтажбын, маған түсіретін деді Раббым. Түсіндіңіздер ме? Сонда көп ұзамай, қараңыз, ол білмейді, өйткені қай жақсылықтар, қандай жақсылық келеді, және қай тарафтан келетінін білмейді. Сондықтан да біз ризықтың бірақ жолын, есігін ашып, қалған жолдарын жаппастан Раббымыздан біз де осылай сұрау керекпіз.